Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздерді тағы да біздің биология сабақтарында көруге өте қуаныштымын. Біздің бүгінгі тақырып the use of bacteria, the role of bacteria in nature and human life, viruses, features of the structure and viruses and non-cellular forms of life organization. Біздің бүгінгі сабақтың мақсаттары: research the production of yogurt and cheese, describe the use of antibiotics, antiseptics and disinfections, explain the belongings of virus non-cellular life forms. Яғни біздің бүгінгі тақырып вирустар және бактериялар. Сабағымыздың терминдары: вирус, вирус, бактерия, бактерия, нуклеус, ядро, genetic материал, генетикалық материал, DNA, ДНК, РНА, РНК, капсид, капсид, протеин, наркоз, пат, май, патогеник, патогенді, fermentation, ташу, және флагелля, талшық. Енді вирус деген не екенін келетін болсақ, сіздер білесіздер, вирус ол жасушалық емес ағза, өте кішкентай, қана бірнеше құрамдас бөліктен тұрады, яғни ол генетикалық ақпараты. Оның сыртында мембранасы, мембраналардың сыртында, мысалы кейбір вирустарда болуы мүмкін басқа да анализдеуші қосылыстар, және ол ішінде білесіздер капсомерлер, капсидті құрайды, және ол генетикалық материалды қорғайды. Сонымен, the main structure of virus is capsid, surrounds the center of the virion. Nucleocapsid, combination of nucleic acid and the capsid's membrane, surrounds the nucleoplast and protein spikes, help virus attach themselves to the host cells. First of all, virus segment of DNA or RNA wrapped in protein code. As you can see, the bacteriophage and animal virus structure. Келесі вирустардың жіктелуі, яғни кез келген вирустар ДНК-lı және РНК-lı болып бөлінеді. Оның ДНК-lı және РНК-lı болып бөлінген кезде, ол мысалы грамм оң, грамм теріс, мысалы бояуына байланысты, одан кейін қос тізбекті. Ал егер ДНК-lı вирусты болса, онда ДНК-сының сыртында, вирустың сыртында қорғаныш қабаты бар, немесе қорғаныш қабаты жоқ болып, екі үлкен топқа бөлінеді. Және сіздер ана жерден көріп тұрсыздар, негізгі топтар және вирустардың үлкендігі өте кішкентай молекулалардан сәл ғана үлкен болады. Virus replication, яғни вирустардың көбеюі. Ең бірінші вирион, яғни ауру тудырушы вирус жасушаға шабысады. Оның нәруызды анализаторлары жасуша қабығына кірген соң өзінің генетикалық ақпаратын ядроға жеткізеді. Ядрода генетикалық ақпарат осы жасушаның ДНК-сының ішіне кіреді де, ол ДНК арқылы жасуша қайтадан көптеген вирустарды сыртқа шығарады. Оның ішіне мысалы рибосом, Golgi аппараты және басқа да қосымша фрагменттер кіреді. Virus replication is first of all introduced to the cells, and the virus DNA move to the nucleus, and the nucleus change the DNA material of the nucleus. Then the cells produce very more new viruses. Яғни вирустың таралу жолы көрініп тұр. Сіздерде адам ауру болған кезде, оның мысалы жөтелу, түшкіру вирустарды жұқтырады. Вирустарды тоқтату үшін арнайы вирусқа қарсы дәрі-дәрмектер бар. Олар осы вирустың жасушаға кірген кезде генетикалық ақпараттың ДНК-ға жетуін тоқтатады да, сол үшін вирустардың таралуы тездетіп, жылдамдатады, және де жасушадағы вирустардың саны азаяды. Вирустарды қазіргі таңда жасушаның ішінде өлтіретін немесе көзін жоятын заттар өте аз, немесе жоқ деуге де болады. Сондықтан вирустармен қолданған кезде адам тек қана осындай дәрі-дәрмектерді пайдаланып демалу керек. Бірақ вирустардың ерекшелігі, олар жасушадан тысқары кезде тіршілігін жалғастыра алмайды. Сол себепті де дезинфекциялау шаралар болу керек, үнемі бөлмені желдету керек, күн сәулесінің астында ұстау керек, мысалы вирус жұққа деген заттар болатын болса, және вирустар білесіздер өспейді, көбею жолы тек қана жасушаның ішінде. Осы үшін оның өзінің арнайы шаралары бар. Next it is bacteria. Bacteria one cellular organisms. All cells of bacteria have three main components: DNA, surrounding the membrane, cytoplasm, and bacteria also often have these features: cell wall, flagella, pili, capsule. Яғни бактерия ол жасушадан, бір ғана жасушаның көлеміндегі бір жасушалы ағза. Ол әрқашан басты компоненттері ДНК, цитоплазма, және цитоплазманың сыртындағы арнайы мембрана немесе капсула деп аталады. Одан кейін кейбір вирустардың сыртында жасуша қабықшасы болуы мүмкін.
және кейбір бактериялар, мысалы флагелля талшықтары, пили мұртшалары, капсула қосымды қабат және cell wall, яғни жасуша қабықшасы болуы мүмкін. Sometimes presented as, flagellum, plasmids, mesosomes, and capsule. And always presented as cell membrane, storage granule, cell wall, ribosome, cytoplasm, DNA, or centrosome. Кейде яғни оларда рибосоманың орнына центросома деген құрылыстар болады. Кез келген бактериялар өзінің пішініне қаратай, мысалы мына шынжыр тәрізді, chain of bacilli, flagellate, roots, мысалы көрініп тұр талшық сияқты. Спора формадағылар, vibros, бір ғана талшығы бар, spirula, бірнеше талшықтар бар, spirochetes, яғни оралма тәрізді. Және егер де олар домалақ және мысалы бір ғана жерге үйілген болса, оларды коккалар деп атайды. Олар өзінің санына қаратай диплококк 2 жасуша, тетракокк 4 жасуша, сарцина 8 жасуша, стафилококк бірнеше көптеген жасушалар, және де егер де жасушалардың шынжыр бойына орналасқан болса, ол стрептококк сияқты түрлері бар. Және вирустарға қарсы құрал бізде антибиотик деп аталады. Антибиотиктер өзінің шығу тегіне қаратай негізгі бірнеше топтарға бөлінеді. Мысалы өсімдік текті антибиотик, жануар текті антибиотик, сарылықтардан алынатын антибиотик және кейбір микроағзалардан химиялық тұрғыдан синтезделетін антибиотик. Ең бірінші антибиотик терминін 1942 жылы Селман ол кісінің негізді. Антибиотиктерді қолданудың жақсы және жаман жақтары бар. Мысалы may cause of diarrhea, мысалы асқазан жолдарын ауруы, may cause nausea and vomiting, мысалы жөтел болуы мүмкін. Can weaken your immune system, яғни біздің иммунитетіміз төмендетуі мүмкін. May increase cancer risks, яғни кейбір деректер бойынша зиянды аурулардың алдын алу, ал рак обыры дейміз. May cause urinary tract infections, яғни зәр шығару жолдарының инфекциясын алып келуі мүмкін. May harm kidney functions, яғни бүйректің жұмысын төмендетуі мүмкін. Антибиотиктер тек қана бактерияларға ғана қолданылады. Соны есте сақтаған жөн, егер ауру вирустық болса, онда ондай ауруларға антибиотиктердің ешқандай көмегі болмайды. Сондықтан антибиотикті тек қана вирустық бактериялық аурулар ауырған кезде ғана қолдану керек. Антибиотик resistance, яғни антибиотик тұрақтылық. Кейбір бактерияларға, мысалы антибиотиктер әсер еткен кезде, олар оған тұрақты болуы мүмкін, және келесі жылы ол антибиотиктарсыз-ақ тіршілігін жалғастыруы мүмкін. Сол қабілетті біз антибиотикалық резистенттілік дейміз. Антибиотикалық резистенттілік қалай пайда болады? Ең бірінші, мысалы, егер де вирустарға қажетсіз деңгейде антибиотикті енгізетін болса, оны бір-екі вирус, бір-екі бактерия, мысалы, тірі қалады. Сол тірі қалған бактериялардың ДНК-сында осы антибиотикқа деген тұрақтылық ақпарат жазылады да, оны басқа бактерияларға береді. Одан кейін бактериялар антибиотикқа мүлдем тұрақты болып кетеді. Сол үшін ең негізгі атқаратын біздің жағдайымыз сол антибиотиктерді көлемі қажет болғанша ішу керек, яғни барлық бактериялар өлгенше. Одан кейін антибиотиктерді бостан бос қабылдауға болмайды. Және мысалы антибиотиктерді көбінесе мал өнімдерін семірту үшін қолданады, оны тоқтату керек, өйткені олай антибиотиктермен өскен малдың етін жеген кезде біздің ағзамыздағы бактериялар антибиотикқа тұрақты болады. Және келесі дәрігердің жасаған мысалы антибиотиктерін ішу керек. Егер 5 күн десе, мысалы 5 күн ішу керек, 4-ші күн жазылғаннан кейін ішуді тоқтатпау керек, өйткені ағзамызда әлде кейбір бактериялар бар, соларды өлтіру керек. Және әр адам өзі қандай антибиотиктерді қолданды, соны әрқашан біліп жүру керек, өйткені мысалы бір рет мен 2 дәрі ішсем, одан кейін келесі жолы алғанда 2 дәрі аз болады да, мен ағзамдағы бактериялар оған тұрақты резистент болуы мүмкін. Сол үшін оны 3 немесе 5-ге көбейту керек, немесе басқа түрде антибиотик қабылдау керек. Ол үшін оның бәрін өте сақтықпен қолдану керек. Және антибиотикалық резистенттілік қазіргі таңда өте үлкен проблема, өйткені көптеген аурулар антибиотикқа резистенттілік қабілетін дамытып келе жатыр. Сол үшін әрбір адам, мысалы өзінің денсаулығын және қоршаған адамдардың денсаулығын қорғау үшін антибиотиктерді аса сақтықпен және дәрігердің жазуы бойынша ғана қолдану керек. Using of bacteria. Енді бактерияларды қолдану. Мысалы, сіздер білесіздер өздеріңіз, диабетпен ауырған адамға дәрі инсулин болады, ал инсулинді бактериялар өндіреді. Және бактериялар инсулинді өте көп мөлшерде өндіреді, сол үшін біз оны қолданамыз. Келесі, мысалы кейбір өсімдіктерден газ немесе спирт және басқа да пайдалы заттарды алу үшін бактерияларды қолданамыз. Енді бактериялардың мысалы сүт өнімдерінде, көріп тұрсыздар, йогурт немесе айран және басқа да өнімдерде қолдануымызға болады. Bacteria are used
dairy products such as yogurt and cheese. And next it is use the bacteria from the product of insulin and others. Thank you so much. Сұрақтарыңыз болса әрқашан жазыңыздар. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Және бактериялар мен вирустарды әрқашан шатастырмаңыздар, және олар тудыратын ауруларды үнемі біліп жүріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.